Қайырлы күн, құрметті дефектология мамандығының 2-ші курс студенттері. Жас ерекшелік психологиясы пәнінің 5-ші дәрісін назарларыңызға ұсынамыз. Дәріс бойынша қарастырылу керек мәселелер. Біріншісі, 1 жас шамасындағы сәбидің психологиялық ерекшеліктері, сәби дамуының барысында жеке дара айырмашылықтарды анықтайтын факторлар, сәбидің психикалық даму ерекшеліктері, баланың эмоционалдық дамуының кезеңдері, сәбидің анасымен тікелей эмоционалдық қарым-қатынасы осы жастың жетекші іс-әрекеті ретінде. Бала физикалық, психикалық және әлеуметтік тұрғыда баланың дамуы өте тез, аз уақыт ішінде дәрменсіз жаңа туған нәрестеден туа біткен реакциялардың аз жиынтығымен үлкен жолды еңсеріп, белсенді сәбиге дейін өтеді. Ол қарап тыңдауға, әрекет етуге, көмек алуға, қуануға қабілетті. Сәбилер кезеңі 2 фазадан тұрады. Біріншісі ұзақтығы 5 және 6 айға дейін, екіншісі 12 айға дейін. Және 1 жылдан дағдарысымен аяқталады. Бала кезінде баланың психикалық дамуы оның биологиялық және әлеуметтік жағынан, дәрменсіздігімен және айналасындағылармен қарым-қатынас жасаумен, өзара қимыл жасаудың ең аз мүмкіндіктерімен анықталады. Сондықтан осы кезеңде бала дамуының басты бағыты әлеммен өзара іс-қимылдың негізгі тәсілдерін меңгереді. 1 жасқа толған баланың ойыны күрделене түседі. 1 жасқа келгенде жүре бастайды. 1 жаста олар кедергілерді аттап өтуді үйренеді. Бұл жаста балалар ойыншықты көтеру үшін отыру керек екенін түсінеді. Бір затты қойып екіншісін алуға мүмкіндік әрекет жасайды. Сәби тек өзіне айтылған нәрсені ғана түсінбейді, сондай-ақ өзі де көп нәрсені құрастырып және жеке сөздер айта бастайды. Ол көңіл күйді жақсы оқи алады және соған тез беріледі. Бұл жаста олар анасымен бірге қуанып, мұңаяды. Тұрмыстық дағдылары дамиды. Бала тамақты қасықпен жеп, суды кеседен ішу, тағы сол сияқты қарапайым әрекеттерді орындауға икемделе бастайды. 1 жасар бала тамақты қалай шайнау керектігі біледі. Яғни айтқан кезде шартты және шартсыз рефлекстердің негіздері құрала бастайды. Сәби кезінде баланың психикалық дамуы оның биологиялық және әлеуметтік жағынан дәрменсіздігімен және айналасындағылармен қарым-қатынас жасау мен өзара қимыл жасаудың ең аз мүмкіндіктерімен анықталады. Сондықтан осы кезеңде бала дамуының басты бағыты әлеммен өзара іс-қимылдың негізгі тәсілдерін меңгере бастайды. Сәбилердің 1-ші фазасына сенсорлық жүйелердің белсенді дамуы, 4 айда жаңалыққа реакция пайда болады. Ол атап айтқанда жаңа затқа қарасты ұстап тұру ұзақтығында тұрады. Сәбидің 2-ші фазасы басталғаннан кейін шамамен 5 айда баланың дамуында, яғни сыну болады. Баланың психикалық дамуы үшін бұл акт өте маңызды болып табылады. Өйткені оған байланысты пәндік қабылдау туындайды. Қолдың белсенді даму негізінде ол үлкен саусақты қарама-қарсы қою, балада затпен манипуляция мүмкіндіктері кеңейтіледі. Таным процесіне байланысты бөбектің тіліне, эмоциясына әсер етеді. Ол анасының дауысын есіне сақтап алады, өзге кісі жақындап сөйлесе, олар танымай жатырқайды. Заттарды қабылдауды ажырата алғанымен, қабылдауы әлі нашар дамиды. Күн жағына қарай бірнеше рет эмоция өзгеріп отырады. Қарым-қатынас баланың қалыпты психикалық дамуының бөлінбес шарты және маңызды факторы. Айналадағы адамдармен қарым-қатынасқа қажеттілік адамда 1-ші дәрежелі мәнге ие. Бала соған байланысты адаммен сабақтас әсерлерге ерекше назарын аударды деуге болады. Психология мен педагогика ғылымында қарым-қатынасқа бірнеше анықтама береді. Біреулер қарым-қатынасты ақпарат алмасу деп түсінсе, келесі біреулер қарым-қатынасты адамзат дамуының құрамдас бір бөлігі деп қарастырады. Қарым-қатынас қаншалықты әлеуметтік құбылыс болса да, соншалықты жеке даралық құбылыс болып саналады. Психологтардың айтуынша, баланың өзіне деген сенімділігі, тұйық немесе ашық мінезділігі, тартыншақ немесе батыл болуы да осы кезеңде қалыптасады. Ата-ананың әсіресе сүт емізіп жатқанда сәбиді анасының мейірлене құшағына болуының өзі маңызды. Осыған қарай баланың бойында оптимистік және пессимистік қасиет пайда болады. Сондай-ақ баланың зерек, еңбекқор, өмірге бейім болып өсуіне әсер ететін жүйке жүйесі және де осы кезден қалыптаса бастайды. Сондықтан сәбилік кезеңде өз алдына маңызды рөл атқарады. 1 жастан 3 жасқа дейін балаларды
тәрбиелеуде төмендейді бағыттарды білу керек. Тік жүру және оның бала дамуындағы рөлі, көру қызметінің ортақ нәтижесінде ретінде бұлшықет сезімі, сонымен қатар кинестезия мен сезу, кеңістікке және сыртқы нысаналық әрекеттер, тіл дамуының сензитивтілігі, ішкі және сыртқы нысаналық әрекеттері, көрнекі ықпалдың ойлауы, сананың таңбалы қызметі, сөз мінез құлықтың реттеуші, бала мен ересектің біріккен іс-әрекеті, бала дамуы үшін басты жағдай. 2-3 жаста сөзді түсіну және айтып беру қабілеті пайда бола бастайды. Сәбилік кезеңде баланың таным процестерінің дамуы маңызды рөл атқарады. Автономды сөйлеу балада тез өріске түсіп, жылдам жойылып кетеді. Айтылуы және мәні жағынан үлкендердің сөзімен алмаса бастайды. Сөйлеуі қалыптасу үшін алдымен үлкендермен қарым-қатынас жасау қажет. Сәбилік кезеңде сөйлеудің баяу дамуы егіздерде жиі байқалады. Себебі балалар өзара түсінікті ортақ тілде қарым-қатынас жасайды. Балалар сөйлеу манерін меңгеру кезінде сөздің фонетикалық және семантикалық жақтарын қамтиды. Сөздерді айтуы дұрыстала бастайды, яғни үзік және бұрмаланған сөздерді тоқтатып, дұрыс айтылуына жаттыға бастайды. 3 жаста барлық дыбыстарды меңгереді. Осы кезеңде балаларды сөйлеуден басқа қабылдау, ес, зейін дамиды. Сәбилік кезеңде зерттеген психологтар Курт Левин, Лев Семенович Выгодский, Гальперин, Эльконин, Бажовичтерді айтып өтуімізге болады. Және сонымен бірге Жан Пиаже бар. Тағы басқа көптеген ғалымдар, қазақстандық ғалымдар осы мәселелерге байланысты көбірек тоқталып, жан-жақты талқылаған болатын. Бұл жаста қабылдаудың маңызды сипаты оның эффективті көрініс беруі. Бала байқаған заттар шын мәнінде оның эмоциялық реакциясын оятады. Қабылдаудың эффективті сипаты сенсомоторлық бірлікке алып келеді. Бала затты көреді, ал оны қызықтырады. Осыған байланысты оны қолына алып, онымен не істеу керек екендігі сияқты құштарлық ой танытады. Бұл жағдайда Лев Семенович Выгодскийдің ерте сәбилік көрнекі эффективті сипаттағы қабылдау басым болады. Ол тікелей іс-әрекетке жетелейді деген болатын. Сонымен қатар бұл кезеңде балаларды ойлауды көрнекі әрекетке дами бастайды. Бұны Жан Пиаже сенсорлық ақыл-ой аналогы деп атаған болатын. 2 жаста балада ішкі әрекет жоспары пайда болғанымен, сәбилік кезеңнің барлық уақытында ақыл-ой дамуы заттық іс-әрекетке бағытталады. Үлкендермен бірге орындалатын әрекеттер азайып, балада керісінше бақылау жасай отырып, үлкендердің жасаған әрекетін өз бетінше орындау қалыптаса бастайды. Эльконин бұл әрекетті жеке деп атады, яғни дербестіктің жаңа көріністерінің бірі болып табылады. Осының негізінде 3 жастағы дағдарысқа дайындық кезеңі байқалады, яғни балада мен ұғымының ұшқыны көрініс бере бастайды. Бұл енді дәрістің біздің келесі мен ұғымының қалыптасуы ұғымдарының келесі дәрісте талқылайтын боламыз толығырақ. Дегенмен біздер бүгінгі таңдағы қарастырылатын сұрақтарымызды тағы да толықтырылып, бетпе-бет жүздесу кезінде талқылайтын боламыз. Сол сияқты бүгінгі таңдағы дәрістің мазмұнына сәйкес сіздерге бекіту сұрақтары ұсынылады. Бекіту сұрақтарды сіздер білесіздер осыған дейін де, ішінде бір ғана жауабы дұрыс. Дұрыс жауабын тауып белгілеу. Сәбилік шақ неше жасқа дейін созылады? Эдетикалық ес дегеніміз. Прейердің кітабы. Қандай әдебиеттерде жақсы осы бала сәбилік кезеңдерді өте зерттеген ғалымдарымыздың бірі. Сіздердің назарларыңызға дәріс барысында қолданылған әдебиеттер ұсынылады. Бұл әдебиеттер білесіздер, біздің Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетіміздің кітапхана қорында бар, электрондық қорында да алып, осы бойынша дайындаласыздар. Жақсы, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.